Сәлеметсіздер ханымдары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі керемет болып шығатын осындай плов жасайтын боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен қызып тұрған майда етімізді жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. Одан соң алдын ала турап алған пиязымызды қосып, екеуін жақсылап қызарғанша қуырамыз. Мінекей пиязымыз бен етіміз осындай қып-қызыл болып қуырылды. Енді оған сәбізімізді салып, сәбізімізді де жақсылап қызартып қуырып аламыз. Енді үстінен аздап тұзымызды қосып жібереміз. Егер видеом сіздерге ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өйткені менде күнде жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей қуырылды, енді үстінен аздап су құямыз. Осындай сәбізіміз толық суға батуы керек. Енді оны орташа отта қайнатуға қоямыз. Мінекей қайнап шықты, су азайып, енді оған алдын ала жылы суға салынған күрішімізді осылай барлық жеріне бір тегіс етіп салып шығамыз. Мінекей барлық жер бірдей бітелу керек. Оның үстінен тағы да 1,5 кеседе су құямыз. Осылай күрішіміз суға батуы керек толықтай. Енді тағы да орташа отта қайнатуға қоямыз. Мінекей су тартылып шықты осылай. Енді аударып аламыз пловымызды. Аударып болған соң осылай ортаға үйіп шығамыз. Осылай шет-шеттерін. Бұл біздің пловымыздың барлық жері біркелкі болып пісуіне көмектесетін болады. Мінекей үйіп алдық ортасына. Енді пышақтың көмегімен осылай ортасынан тесіп шығамыз. Енді оның үстінен табақпен жауып, оттың астына өшіріп, енді пісіруге алып қоямыз. Мінекей арадан тағы да 10-15 минут уақыт өтті. Енді оның үстін беткі жағын тағы да осылай аударып шығамыз. Тағы бір рет осылай ортаға үйіп шеттерін ортасынан тесіп шығамыз пышақтың көмегімен. Мінекей ортасын тесіп алдық. Енді оны тағы да 5-10 минутке пісіруге бетін осылай табақпен жауып алып қоямыз. Мінекей біздің пловымыз дайын. Өте күшті және өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.